Al mına dostlar. Біздің Нива. Тұр қазір. Ласточкамызды алып кетеміз. Сәлем достар, қалдарың қалай? Бүгін осы күнге жеттік. Арман болып кеткен еді енді осы күнге жеткізу. Достар, енді Ниваны толық көрсетпестен бұрын осы күн аралығында не болды, не қойды, соны көрсете кетсем. Ё-моё, мына жақ не болды? Ереке, ассалаумағалейкум, қалыңыз қалай? Қайсыздар? Ереке, мына боковойды алып келдім, айнасын. Бір көрсетіп жіберіңіз. Жұмыс қалай болып жатыр, Ереке? Тыныш па бәрі? Бәрі нормально. Боковой айналарын алдық. Ең жақсы деген, бұның бір ерекшелігі, бұлда жаңағы жылытуы бар. Электр жаңағы қозғалтуға болады. Осыны айтқан едім. Именно повторителі бар. Негізі бұл 14-тікі. 14-тіке қояды негізі. Жылытуы. Мына жерде повторительдары бәрі бірге бар. Керемет енді. Осыны ойлап жүрген өзім ұнатып көріп. Мына Ереке мына несі. Боялатын жер. Көріп жүріңізші, қалай қоюға болады? Мына себеп келтіріп беріп қой, Ереке. Сізге тесік көру керек. Тесіктер жабу керек. Ана тесіктер жабып тастайсың. Мынау ана боялатын жері, Ереке. Бұл боялатын. Осы ана күністің цветімен боясаңыз, ең шарт ойлаймын. Наның бағасы бізге 35 теңгеге түсті. Біз іздеген, бұның жаңағы жай варианттары да бар, жаңағы қолмен регулировка жасайтын. Ал мына біз электр, бізде өйткені Нивамыздың өзінде электрлі, сондықтан да соған сәйкес қылып алдық. Мынау ма? Ниваға келеді, точно? Ниваға келеді, бәрі. Мына жер жыртық па? Көбісі механизм сөйтті, осыған болады. Жатып тұр, бәрі? Жатып, просто мына жері бар ғой, біз мына қатып қалған екен де болды. Кесіп не қылды, енді көбісі кесіп тастайды да, ана крепление өзгертіп жасайды ғой. Блин, сондай бар ма? Бұл кемейді ғой, сразу салынбайды ғой. Механизм бар ғой, зорға не алдық та. Рельсіне отырғызса болады ма өзін Ниваның? Рельсін апса? Келтіресің соны. Сварщиктер келтіреді. Енді водитель пассажирскіға ол конфет идеально ғой. Оны қараудың да жоқ. Пассажирскийдік па? Мынау да пассажирдікі. Мынау да пассажирдікі. Пассажирдікі таңдап жақсы, бәрі жақсы болады. Соның бір көк цветі бар. Мен саған көрсеттім ба, айтып жоқ ма? Жоқ. Ненің көк цветі аға? Пассажирский ма, водительский? Мына сері ғой. Екінші пары бар да? Көк цвет. Ол біраттан сөгілген, жыртылған сондайлардашы. Сіз осы екеуін 10 мың дедсіз маған, не? Екеуін. Болды. Ой, қазір Қарағанды, Қостанай, Тараз, Қызылорда, Семейге қанша кетті? Қостанайға 4-5 рет кетті. Бір не қарса болады. Мына да бақта. Істеп тұр. Болды. Мынау бірақ шынымен жақсы екен состояние. Пассажирский барлығын жақсы. Тек на водительский кетті. Мына жер сөгіледі. Көп отырады да, отырып не алып. Есім мынау өте жақсы ғой. Болды аға онда. Хорошо, осы екеуі, осы екеуі. Мен бір шағын демалыстан келдім, ауылға барып қайттым, Шымкентті аралап қайттым. Енді біздің Ниваның кішігірім жұмыстар қалған, соны бітіруге
бүгін бара жатырмын. Өзімізбен бірге бүгін қазір көрсетіп жіберейін. Алдында алған орындықтарды алып бара жатырмыз. Қазір көрсетем. Міне орындықтар. Қазір дәл қазір біздің мақсат жаңағы крепленияларын бәрін істету. Оны Ерекең бітіріп береді. Бүгін алып кел деген, соған жолдан келе салып осымен айналысып жатырмын. Машинаға келдік. Бір Ерекең бітіріп қойған покраскасын. Достар, қазір алдың серияда байқасаңдар, мотор жағынан бір ақау шықты. Енді сол ақауы бүгін ертең бітеді, толығымен істеп. Сол кезде жинап барып, от алдырып барып, финишті істейтін боламыз, жақсылап көрсететін болам. Бірақ машина вообще соска болған. Тема. Ерекең красавчиксіз ғой сізде. Блин, вообще боковой стеклосы, айнасы. Вообще тема болып те. Зор отырғызыпсыз ғой, Ереке? Байқаңыз. Күшті отырғызыпсыз ғой деймін да? Ерекең суынды. Қараңдар достар. Мынандай боковой отырғыз. Жалпы көрікті көрсетпей қойын енді. Әзірге бәрін бітіріп алайық. Бүгін осы. Айтпақшы, міне. Ереке, мынау Мазданкі деді. Өзіңіз келтіріп, өзіңіз көресіз ғой енді. Құдай қаласа. Осын алып келейік дедік. Міне достар, өздерің көрдіңдер. Машина кішкене ғана қалып, дайын, толығымен. Енді сөзбен айтып жеткізе алмаймын енді. Сонда ескі құсқы 8 жыл бір орнында тұрған көлікті осындай жағдайға жеткіздік енді. Енді оны сіздер ғана бағалайсыздар. Міндетті түрде лайк басу керек енді бұл жерде. Міндетті түрде лайк басу керек. Арнама жазылыпты да ұмытпаңыздар. Енді барлық істеп жатқан жұмысты, мен жаңағы алып жатқан жұмыстарын бәрін сіздерге тырысып, сіздерге жақсы контент көрсетейін деп тырысып бағудамын. Сол, енді бір-екі күннен кейін келеміз, сонымен жақсылап тұрып көрсететін боламыз. Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. Сол кезде біз осы Нивамызды соңына дейін жеткізіп, жақсылап істеп, сіздерге көрсетеміз деп мақсат қойған болатынбыз. Бүгін сол мақсатымызға жетіп отырмыз. Ал енді өздеріңіз көріп, бағалап жіберіңіздер. Insecurities are on display. This is war with the enemy. Think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me. I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy, all I got is working. Never stop searching, never quench the thirsty. I'm toxic and psychotic with this logic. You can't stop it, it's been chronic since I was a boy, so neurotic and chaotic. Go! With the webs I'm weaving, I could change the past with all I'm achieving. Got my foot on gas, never stop competing. If you break like glass, then this life's gonna eat 'em. Make mistakes real fast, then you learn how to beat 'em. If you take off the gas. Мына достар, әйтеуір ойлап біз осындай күйге жеткіземіз деген мақсатымызға жеттік. Шыны керек, оңай болмады. Дұрыс па? Рад? Енді қаншама еңбек, қаншама пинет, қаншама жаңағы біздің жүйкеміз тозды осы көлікті осындай жағдайға жеткіземіз деп. Сонда да берілмедік, соңына дейін сіздерге контент болсын деп соңына дейін жеткізуге тырыстық. Енді осымен көлігіміз әлі де біткен жоқ.
Әлде біткен жоқ. Өйткені іш жағында, салон жағында кішкене мелочный жұмыстар қалды. Ал жалпы алған кезде біздің Нива 90%-ға бітті. Gelin Vazik. Gelin Vazig'imiz. Енді біз де көптен күткен осы жобамыз аяқталды. Ал енді өздерін көріп бағалаңдар. Достар, бізде жаңа жоба